Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен көптен күткен, яғни оқушылардың типтерін түсіретін боламын. Ендеше кеттік. Мақтаншақ оқушы. Қыздар, бар ғой. Кеше анам маған бар ғой, новый қаламдар, бір қараңдар. Не деген керемет қалам, көп нелері бар, міне көрдіңдер ма? Сендерде ондай жоқ. Менде бар. Көрдіңдер ма, анам маған керемет кітаптың тұстарын да алып берді. Кеше маған 1000 теңге берді, көрдіңдер ма? Сендерде оның бәрі жоқ. Мұғалім қай тапсырманы орындаймыз? Мұғалім мынау тапсырма ма? Иә, рахмет. Мұғалім мен болдым, енді қай тапсырманы орындаймыз? 99-шы бетті. Мұғалім, екінші тапсырманы ма? Рахмет. Мұғалім ода тек андай жұмбақты көшіріп жазып, қайттан жауабын жаза сал ғой. Мұғалім мен болдым. Мұғалім болды. Мұғалім ертең қандай сабақты өтеміз? Мұғалім мен үйге дайындалып келем. Мұғалім мен ертең де 5 сағат көресіз. Мұғалім, Әселге қараңызшы, телефонын ұстап отыр. Мұғалім Дәулет артына қарап отыр. Мұғалім, анау Арман кімге тисе береді? Аружанға. Соны айтам. Неге тисе береді? Мұғалім, аналар әңгіме айтып отыр. Адам миын ашты. Ұмытып кеттім. Әсел маған бір ручка беріп тұршы, мен кеше мұғалім айтты емес па, маған ручка алып келді деп. Мен мұғалімге ручка қарды. Өтінем берші, Ой, рахмет. Мен саған қарызбын. Рахмет. Мен кімге қарыз едім ғой? Дәптер қарыз едім. Енді ертеңде әкеп беретін. Мінекей достар, сонымен оқушылардың типтері видеомыз аяқталды. Ұнаса лайк басып, мен каналыма подписаться етіңіздер. Жақсы комментарий қалдырып, мен каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қасындағы қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар. Егер сол қоңыраушаны бассаңыздар, менің жаңадан шыққан видеоларымды көріп отырасыздар. Енді сау болыңыздар.